Bizden 5 osunda poдружкалар varmız. Sonda aytadi, bastığımız Sarapay, Jumanat markın kurdası koyanaksın. Sonda mına deydi, 5 eşki var, sonun tekesi deydin Sarapay'da. Sonda Sarapay bizim tekemiz oldu da, eşkilerden eşi o şekilde 4'te varmız, kazı birevi kalada. Endi kulku bolsun deb aytып жатырмыз го endi. Служба, дружба дейтін ол кісінің несі мәңгі есімізде қалды. Билеңіздер, мен шығысым шырайлым деген Жылда bir кездесеміз, екінші стол бар дегенде, ешкім ешқайда келді қалмасын, тосыңыздар, билеңіздер, көңілді болыңыздар. Қазір бір әмнен кейін антракт биге шығамыз, онан кейін екінші шайға отырамыз, онан кейін үшінші шай бар, соны таң-ата қайтамыз. Енді осы училищеге ең бірінші еңбек жолын сонда бастадым. Жаңағы о кезде Ахметов Мәдениет деген ағамыз бізді жұмысқа қабылдады. Одан кейін Жұман Марат ағамызбенен бірге қызметтес болдық. Енді менің бастықтарым Наталья Қалиқасовна, бастық болды. Аждаров Асқар ағамыз бірге жұмыс жасадық. Енді мен оқушылар кәсіподақ комитетінде жұмыс жасадым 5 жылдай. 3 жылдай жаңағы мастер болдым. Қалған уақыттарда жаңағы жалпы білім беру пәндерінде сабақ бердім. Айгүл Омарбековнамен бірге жұмыс жасадық. Енді ең соңында сол Жүкен екеумізге жұмыс жасап, сол актив залды өртеп бірақ шықтық екеуміз. Одан кейін бірге оқыған Мейрам бізбен бірге оқыды. Бауыржан ағамыз, біздің маған құда Бауыржан. Өзі бірге оқыдық жаңа техникумда. Одан кейін бірге оқыған Мұрат, Гүлмира Зайсанның қызын өз Мұратқа өзім алып берген. Алып келіп, осында міне келіп, бүгін тәті дәрмелерін әкеліп жатыр ғой. Қалай жұқтың бәрін өткіздік. Заманымыз жақсы болды кезде, сол заманға ешқашан өкпілемейміз. Енді мына Тәкен екеуміз бір ән дайындап келмеген, соны айтып берейік,
Sodan keyin ana перерывке чыгабыз. Өйткені осы әннің бәрін маған үйреткен осы кім? Айгүл Омарбекова. Жаманды тербеп самсар, бақытым сенсің, шаттығым сенсің аңсар. Әйгім жаным сәулесі сөніп біткенше, өзіңді сүйіп, өзіңді жырлы ән саған. Жаратылған сенің махаббатыңның сыңарығы, сен жүрген жермен жүргім келеді. Сен көрген түсті көргім келеді. Сен сүйгенімді ғашығым менің, өзіңмен бірге салғым келеді. Аймалап бар жүзіңді самал ескенде, көзіңді жұмып қаламын сезім кешкенде. Мен сені сүйдім, сен мені солай сүйесің. Махаббат қылын үзалмаш еді-ау ешкенде. Сен жүрген жермен жүргім келеді. Сен көрген түсті көргім келеді. Сен сүйгенімді ғашығым менің, өзіңмен бірге салғым келеді. Сен жүрген жермен жүргім келеді. Сен көрген түсті көргім келеді. Сен сүйгенімді ғашығым менің, өзіңмен бірге салғым келеді. Сен жүрген жермен жүргім келеді. Сен көрген түсті көргім келеді. Сен сүйгенімді ғашығым менің, өзіңмен бірге салғым келеді. Сен жүрген жермен жүргім келеді. Сен көрген түсті көргім келеді. Сен сүйгенімді ғашығым менің, өзіңмен бірге салғым келеді. Мен саған ғашық едім, бірінші махаббат. Сен осы кезде едің, сезім сағынып. Мен саған ғашық едім, бірінші махаббат. Haydi. Onu bileyizler kişileyin. Şeytan kanunlar edin. Mayağa көйлегін көркіңе жарасқан, қаншама ғашық жүрек өзіңе таласқан. Көргенде тіл байланып есен адасқан. Сен сұлу едің, сен сұлу едің, бірінші махаббат. Сен осы кезде едің, сезім мұңланып. Мен саған ғашық едім, бірінші махаббат.
Bismillahirrahmanirrahim. Ağdayım oğlasın, Kıdrı babamın koldasın, işyamandık bolmasın. Ötkünge iman versin, yatan yeri cevap toprağa torkak olsun. Kalgan ırpakların amanlık versin, denlerine sağlık versin. Elimizge tınışlık versin. El işi dalsız olsun, el tırtı tınışlık olsun. Asılan dağlar kavdırı birden öndürüp elimizde molçuluk olsun. Halkımızga bereke birlik ver, mıntımak versin. Aldak armandarın iskazıp, yolların aşık ve pelakadan kaşıp, aman ceytun nasip etsin. Varlık dilektarla kabul etsin Allah'a. Endi Tursun ağamız ziyarətlikке çıqqandan keyin Abayat'ta orta mektepte 10 yıl ata-analar komitetinin төрағасы болып менімен бірге қоянға қолтық жұмыс жасады. Қаншама ата-аналардың мәселесін, қаншама оқушылардың мәселесін қараған. Еңбегі сіңген ағамыз. Бағана бәйгетөбеде жүргенде тамаша біздің апайларымыз, ағаларымыз бәрі көріп, Тарбағатайдың әлі, Ақжардың әлі мықты екенін көрген. Енді сол біздің Тарбағатайымыз әлі тұғырынан түскен жоқ. Келіңіздер. Майрапай. Қараңыздар, түсірем. Түсірем, қараңыздар. Апа, қолықтаңыздар. Енді фотоға түсіп болса, рұқсат болса, неше біріміздің әпекелерін
келіңіздер. Шапалақ қайдап қошеметтік қойық. Иә. Осындай арасында үзіліс жасалмасақ ақсақалдар шашақ болады. Ал енді қошеметтік қойық. Kızlar, jigitler, ayrıcalar işmi. Bağanağına kartlar uyunda bolganda biz direktöründen surap durup da garmoşkan algamız. Естелінде ме қуандықаға қалай не ойнаған. Қазір соны қайталап, ән айтып кішкене билейші жүріңдер бәрі. Көбісілер бәрі жүріңдер. Ауылдың алты ауызын айтамыз. Nurlu beni kanday jargan, armanısın kanday jargan, şıllarıma sen öldürsün erken, tabularında sen öldürsün erken. Ne kadar aydınız? Halkıları arş arasında. Haydi. Beni de atlataylayız. Hılga Türk'ün ağaman. Narasın, oyunda tanısın. Ceylan gülde korkum sen. Jara doğradım sen. Jara gülde kaynasın oldu ne. Senizge varmanım, sırmı
seni Görsün epeyini Şahsiyede bul gönlü Kaynasın bul gönlü Seninle var manım Sır boyum şarmanım Seninle var manım Sır boyum şarmanım Bravo. Tavırın al getir hani. Görsün kolay sayakta Hoşlar kıyak büyük dost Duyulmaşı ayakta Sana dolanır kullanırım Haydım şalkar kıl gibi Seninle Bana rahmet ede. Burayımda beni önерге үйреткен осы мен үлкен ағам. Енді қазір мені Сергаға гитаранызды берсеңіз, осымен гитарамен тір дауыспен без плюссыз, без минуссыз гитарамен бір өлең айтып берсең. Жоқ қазір мен өз өлеңімді айтып берсең. Ал енді мына құрметті ұстаздар, мына келесен мына кезінде мен спортта ойнап жүрген кезде спортта естірді ойнадым. Келеген театрда естірді ойнадым менде. Ана енді келесен лирикамды айтып берейін кішкене. Аспандағы айлы жастық шағым қайда мені жүрегімді алып ұшқан жаным қандай жайдар еді Olum şiddet, dönüm dönme, şaltanladı
ay kabağım Kavgada şey tabağım Kökten günü uçup geldi Жерді бейді ойламады Көрек амал, камалымай Күнде ашып жанарыңай Қолым жетпей, сөзім өтпей Жаутаңдадым, қабығаңа қарадым Жердемедім ойламадым Нұрек амал, камалыбай Күнде ашып жанарыңа Қолым жетпей, сөзім өтпей Жаутаңдадым, қабағыңа қарадым Қолым жетпей, сөзім өтпей Жаутаңдадым, қабағыңа Рахмет, қадамында мынау ағайынның көңілі жақсы дейді бүгін бәріне еркіндік беріп ағайын жұрттың бәріне ән салдырып отырмыз. Менің апайларым, әпкелерім, ағаларым, туыстарым, кеңге кеткен әрқашан тыныстарың әрқашанда арта берсін, мен тілеймін жақсылық пен бақыттың ырыстарын дейді. Мынау алдымен бердің ет, мұратыңа жет, одан кейін бердің шай, болмасын көңілің жай, одан кейін бердің ет, мұратыңа жет деген мынау бір, содан кейін бердің көңілің шай, болсыншы көңілің жай дейді. Адамның сарайын ашатын, көңілін басатын тамаша шай дастарханына келген ағайын жұрттар. Енді бұл жерде біз көп нәрсеге араласпадық, өйткені өздеріңіз кең отырсын, өздеріңіз тең отырсын деп мынау әндерін салсын, жырларын айтсын деп ағаларым айтқан. Сен бақытбек араласпа ештеңеге деп. Содан кейін ештеңеге араласпадым енді. Мынау өздеріңіз білесіздер, бақытты әрқашан бағаласаң, әлі ешкім тыңдамайды екен. Айта бер, тыңдайды, тыңдайды. Тарбағатай Зайсан көлді жағаласаң, келетін әрқашанда бақыт деген бір нәрсе бар, бағаласаң дейді. Осындай бақыт деген нәрсе бағаласаң бастарыңа келеді. Мынау бір берекелі істі бастап отырған ағайын жұрттар, мерекелеріңіз құтты болсын. Құрметті әріптестер, енді бір екі тілек тос қалды. Кішкене шыдаңыздар, сол адамдардың тілегін тыңдайық. Әскербек, Тұяқбаев Әскербек ағамыз ортаға шықсын. Осы мына ұйымдастыру несінде бағана аталмай жатыр. Мен енді мына жерде біздің мына Пәкен екеумізді қайта атай берген өзің қайсы дүние. Сондықтан мына жерде мен айтайын деп тұрмын. Ибраим Серік осы шараны ұйымдастыруда басы қасында жүрген азамат Бауыржан ағамыз бар. Сондықтан жаңағы бұл кісілер көрінбей қалды да, сондықтан өзім атап өткім келіп тұр. Бауыржан ағамыз бар міне. Ибраим Серік,
Бауыржан Құмарбек Сабырбаев, Омарғазы Серік, Бекен Омар, Бекен Ниязбеков, Мейрам Жылыбаев, Жылыбаев емес Соқпаев. Құдай берген ағамыз бар ма? Бауыржан Саридолдин, Гүлмира Зайсаннан келген Жамбөбекова, Мұраттың әйелі, Алмагүл қарындасым, Бақшарат, Микрованның әйелі, Бақшарат. Қазір Бақжанат, Гүлшира, Сәния, Жанат деп мен өзім жоспарып қойып, тағы да кеп жатырмын бұл жерде. Бақжанат, Гүлмира, Оркен, Сайлаугүл олар шығып кетті емес пе? Сарапай шығып кетті, Гүлшира, Зәуре, Мәншік, Зәуре шығып кетті, Мәншік шығып кетті ғой бұл кісілердің бәрі. Алмамын, Майның. Қайтадан шықсын деп жатыр мына кісілер. Бақжанат, Гүлмира, Оркен, Сайлаугүл, Сарапай, Гүлшира, Зәуре, Мәншік. Жарайды. Бұлар шыдай. Bir minutқа. Сондықтан мына ағалар бір шығып кетсін, содан кейін айтасыздар сіздерде. Şimdi otur, sabır et, otur. Askerbek, Bauırcan, Serік, Құмарбек, Сабырбаев, Омарғазы Серік, Бекен Омар, Бекен Ниязбек, Мейрам, Құдай берген. Аспанда да жерде де, асуда да белде де, жолың болсын жолаушы. Ойдым ортанды, қабат қорғанды, тарта тұрған бұрындай, тарам жолдарды, көрішім нарады. Асыламыз атарға. Сабин Олин Бауыржан, Жоламан, Серғазы Еркін, Жоламан деген Амал жол. Сағынысы көргенде, құшақтасы болмалышы. Аспанда да жерде де, асуда да белде де, жолың болсын жолаушы. Өзіңдегі көлдеде, шөлдеде, жүгірген алыстан құс, жетілмайды жердеде, көрішін Royal әйелі қайын, Royal күйеу деген сөз. Марат. Бір қарашыды. Жүрсең алыс жерлерде, аман есен оралшы. Сағынысы көргенде, Фаридан күйеу. Аспанда да жерде де, асуда да белде де, жолың болсын жолаушы. Жүрсең алыс жерлерде, аман есен оралшы. Сағынысы көргенде. Енді қуандық аға ренжімейтін шығар, жаңа осында кеп сөйлеп кетті, Ана жақта да сөйледі, мұнда да сөйледі, ренжімейді деп ойлаймын. Ертең біздің үйде сөйлейсіз. Сәлеметсіздер ме, қымбатты әріптестер. Бүгін мынау мен ойлаймын, бір ақтияры қарын жартылған күн болды деп ойлаймын. Кезіндегі міне жап-жас балалар, жап-жас қыздар, жігіттер міне бүгін үлкен әже болып, үлкен ата болып отырсыздар. Міне алдымыз 90-ға келіп қалған екен, артымыз 70-ге келдік міне. 60-70-ге келдік. Енді мынаны ұйымдастырып отырған бір сауапты іс деп ойлаймыз. 30 жылдан кейін кездескен деген, 10 жыл бітіріп келген адам емеспіз. Сол кезде 30 жылдағы жігіттер міне, қазір кәртеп міне 80-90-ға келіп қалды. Енді бұл алыстан келіп жатыр міне. Алматыдан, Астанадан міне, Талдықорғаннан, Өскеменнен келіп жатыр. Бұның өзі әрине үлкен жауапкершілік. Осыған келейін деп. Бағана көрдім міне келіп жатқанда, мешіттің алдында. Қыздар бірін-бірі құшақтап, көздерін жас алып жылап жатыр. Сөйттіңіздер ғой міне. Мен өзімді қарап тұрып көзіме жас келді. Қандай тамаша нәрсе, әсер қалтырады екен адамға. Жақсы. Мен қуаныштымын осындай сіздерді аман есен көргенімізге. Аман болыңыздар әрқашанда. Мен айтамын, жаңа ұйымдастырып жатқан міне Серік, Бауыржан міне, Рауия, Үміт, Тәртіпқан атамай кетті емесінші. Өркен, тағы бар бәрдеріңізге Мына Мұса бар міне, Әлбені бар міне Ажахметова Сол бәріне көп-көп рахмет міне. Жақсы нәрсе істедіңіздер, сауапты нәрсе. Бұл 30 жылдан келіскен деген рас.
әбден кәртейгенде міне үлкен ағаларымыз келді ғой 90-ға келген. Анау жақтан. Рахмет бәрілеріңізге. Аман болыңыздар. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Балаларыңыз, немерелеріңіз өсе берсін, үлкен азамат болсын. Сол немерелеріңіз шөбере көрген ағаларымыз отырып алған айтты. Солардың бәрі аман болсын. Үлкен азамат болсын өздеріңіз сияқты. Алдыңғы апа ағайлар сияқты. Рахмет айтамын сіздерге. Көп рахмет. Ана біздің үйлерді ұмытпайды, әскер ағасын тракторды қалай үйреткен. Құрметті әріптестер, мен негізінде көп сөйлемейді келдім. Енді мына тойдың болғаннан болатысы қызық дейді. Бүгін керемет бір отырыс болды, есте қалатындай. Осы отырысты ұйымдастырып жүрген ұйымдастыру алқасына көп рахмет, мыңда бір алғыс. Бәрлеріңізді бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Келесі тағы да бір кездескенше аман сау жүрек. Бәрлеріңіз осылай үйлеріңізге басқа келгендеріңіз аман есен жетіңіздер. Бәріміз аман болайық. Рахмет көріңіз. Ал құрметті ұстаздар, мерекелеріңізбен өз атымнан жанұямның атына барлықтарыңызды осы бүгінгі мерекелермен құттықтаймын. Отбасыларыңызға бақыт тілеймін, зор денсаулық тілеймін. Енді мына сыпыту, мен бір сыпыту туралы кішкене естелік айтып кетейін. 4 бұрышы болса, бір бұрышында спортта тұрған. Онда мына еркін, бекен, серік, мен... Тыныш кәне, тыңдайық бекен ағамызды. Гүлжан жұмыс жасады. Тоқтабаев Мұрат 5-6 жігітпен бірге жұмыс істедім. 16 жыл. Бәрі жақсылық спорт жағынан сыпытуда болатын. Алғашқы жайға кілем, күрес кілемі сыпыту алдырды. Винтовка дейді, ана оптикамен сыпыту алдырды. Бокс секциясы сыпытуда, каретаны сыпытуда Ақтаудан бойынша. Ай сайын жарыс, күнде думан болатын. Оқушылардың арасында жүздеген балаларымыз облыстың чемпиондары болды, жүлдегерлері болды, волейболдан, күрестен, жүгірістен. Одан кейін бір айтарым, 16 жыл мына жұмысшы қызметкерлердің облыс спартакиадасы болатын. Соған үзбей қатысып, үнемі жүлден 2-ші, 3-ші орын, 5-ші орындар алып жүрген кезіміз болды. Мына шахматтан, қағаған, міне серік теннистен, Сарболдай Оралбек теннистен жүлдегерлер болған адамдықтар. Волейбол командасы 2-ші орын алып жүрдік. Ең бір қызық сәт, бір жылдары шықты, 5 ұл, бір қыз ойнайды деп. Қыз бала жоқ. Тынышталайық кішкене. Міне Фаридан алып барып, Фарида аяғы ауыр. Кімге? Азаматқа. Енді аздап білінеді бұлай. Кемтірге үй оласын деп қоямыз. Ай, байқа шыңе доп кеп кетпесін деп қояды. Содан қызылсыз 22-ші орын алдық. Келгеннен кейін бір 20 жыл Жұмат Марат ағамыз онда премьеріне берді. Бірдеңелерді бүлдіріп тастап, бір екеніміз жұмыстан шығарып, қайтадан алдық. Оқиға болған. Енді мен айтамын. 5 ұл, мен бір қыз. Енді бір келесі кезде сөйтіп болған. Бізде 70-тен асып кетеді екенбіз. 5 жылдан кейін менде 72-ке толады екен. Намазылық болады, қыстан түсіріп отырамын. Не тілеймін? Сол тойда от отырған, бағана қайтып кеткен үлкен ақсақалдарымыз, апаларымыз бар. Мына жастар бар. Сол тойда аман есен кезігей, мен сыпыруда менің бақытым жанған. 81-де январдың 3 күн жұмысқа тұрдым, 25 күн тойым болды. Мына жерде қыздар отыр. Майра бастаған, мына жерде көптеген қыздар, балғандар, қожам тойымда болған. Ана Катенida тұрдым. 5 балам сөйде дүниеге келді, қазір түгел үйлі баранды. 16 жыл саналы ғұмырымды сыпытудан тәрбие алдым. Азамат болып қалыптастырдым, оған директорлерде себебі болды, коллективде себебі болды. Құлақ қойып тыңдағаныңызға рахмет. Содан кейін бұны ұйымдастырған қыздарға өте жақсы. Айтар сөз жоқ, жігіттерге, қыздарға көп рахмет. Енді осы ұжымдастарым, менің жаңағы бірге қызмет істеген азаматшаларым бас қосып жатыр деп, сонау Алматыдан Бекен деген замандасымыз келді, Бекенге берейік. Жақсылап бір тілек дедім. Құрметті әріптестер,
кездесуге шақырғандарыңызға көп рахмет. Мен 86-88 жылы Сәл тынышталайық қыздар. Бекен ағамыз бар, Серік ағамыз бар, Шамхамет Серік ағамыз бар, бәріміз төртеуміз дене шынықтырудан сабақ бергенбіз кезінде. 2 жыл 88-ге дейін сабақ бердім де, соның жағдайлармен басқа жаққа кеттім, содан кейін 90 жылдары Алматыға кеттім, қазір Алматыда тұрып жатырмын. Енді Алла келесі кездесуге де жазсын, қай кезде жақсылық болады. Осы СПТУ-дың 29-ші СПТУ-дың кездесудің бәріне келуге атсалысам. Рахмет сіздерге шақырғандарыңызға. Енді жаңағы ұйымдастыру комиссиясының белді мүшесі өзін жаңағы талай жұмысты мен өзім ойыма аламын. Осы жаңағы мына мешітте оқып қалатын Құран хатымның бәрі менің ойымда оңай емес. Дүниеден өткен адамдардың барлығын тізімін жасап, ешкімді қалдырмай, ретімен түгел дайындаған біздің Бауыржан ағамыз енді мені құдам енді. Осы кісі Құрметті ағайындар, қазақ айтады, көптің бірі қадір, қырықтың бірі уәлі дейді. Мына үлкендеріміздің беріп жатқан дұға тілектері қабыл болсын. Барлықтарыңызға Алла тағала сол үлкендердің жасын берсін. Енді мына үміт нағашымның толғаға қатты келген немене болды, іс болды өзі. Кәуір толғаттық, арасында ұсып толдық. Чакын нағасы болған, деймін нағасы болған кішкентай қазыға да кетіп қаламыз, қатты да кетіп қаламыз. Бірақ мына бәріміздің басымыз осыған сағыныш қой. Бір-бірімізге деген сағыныш. Әркімнің жүрегінен шыққан сөзін айтса керек, сөз тыңдаңыздар, тыңдамаған сөз жетім дейді, тыңдамаған сөз жетім. Біреу айтар сөзін жаңа жүрегінің жылуын орап жеткізеді дейді, біреу мұзға орап жеткізеді дейді. Енді мына көптің тілегі қабыл болсын. Алла тағала осының бәрі Алланың қалауымен болып жатқан іс болды. Осы бас қосамыз деп, Қарағанды жатқанды естігем, содан келіп басқасында жүрдік. Енді мен істедім, Мұсағали істеді, Фарида істеді, Үміт істеді, бәріміз істедік осы. Бәріміз атсалыстық. Біраз адамдарды қамшыладық, сөзімізді өткіздік. Енді кішкене ауыр сөзді қайтып жедік, өйткені кісі істей алмай қалама деп, басымызға алмай қаламыз деген бір қауіп болды. Өйткені мына бұқым тарбағатайға жария болып кеткен шаруа болды. Солай қоймыз. Енді Аллаға шүкір тәуба дейміз, төрт көбіміз түгел келді, ұялмайтындай сатқардық. Қыздарға да, мына келіп жатқан үлкендерге де, мына бауырларымызға да, ағаларымызға көп рахмет. Енді Алла тағала басымызды қуанышқа қосуды нәсіп етсін. Келесі жыл жаңағы Жұмабек айтып жатыр ғой, Алла қаласа жаңа ғимаратқа көшкендей боламыз деп отыр. Сол жаңа ғимарат айтып жатыр ғой, 70 жылда, 70-ға дейін кім бар, кім жоқ. Бірақ сол келесі жыл ашылып жатса, сол ашылуына келуді Алла тағала нәсіп етсін. Көптің тілегі қабыл болсын. Енді менімен бірге қызмет істеп, менімен бірге оқыған 2 класстасым бар. Біреуі сол, айтамыз ғой, ақсүйектердің бәрі қалаға көшіп кетті, жамандар ғана осы ақ жақта қалдық. Сол бір ақсүйектің бірі, мен Мейрам деген класстасым, 60 жылға. Жарықтық Жұмаров Марат екеуі бір күнде туған 8 октябрь күні. Соның кейін ана Сарғашқа деген класстасым бар, одан сол сөйлейді. Тағыда кеш жарық, құрметті әріптестер. Бұл енді мен осы кездесуге келгенде бір Меккеге баратындай дайындалдым. Осы үшіншіден келгені бір костюм шалбар алып көрген жоқпын, жұмыс істеген жоқпын ғой, не керек деп костюм шалбар іздедім ғой. Ол бірден содан кейін уайым болды, ақша салынбай жатыр. Басында қорыққаным рас, мына шында да аз, мына қатыссана адамдар болмай қала ма деген ой келді. Жақсы болды, сәнге бастап салды, бәрі жақсы болды, таяғында өкітіп салды. Мен осында келіп жеткеніме қуаныштымын. Енді мен барлық әріптестерді мысалы ұйымдастырып бәріне рахмет айтамын. Сен ұжым деген бар, ұжым деген тату болып дейді. Енді кезінде мысалы бір жағдайлар болған шығар, мысалы жан-жаққа кеттік, тарадық. Дегенмен бір қызық айтайын, мен күліп отырсаңыз өздеріңнен бер. Жұмабек звондай, сен барасың ба, мен ала кеттім, жарайды дедім. Содан кейін осы нешесі, келді күн бір қала келдім де, арқада кетіп бара жатыр, тауда қар жауды.
Соны Жұмабекке айттым, мен Жұмабегім мынау қар жауыпты енді таңертең шыға қылам ба, не істеймін енді. Енді сен байқап жүрме ер деп қойды. Кешке таман қар ұшқандай басталды, мен уайымдап жатып қалдым. Таңғы сағат 4-те енді шын айтайын, түс көрдім. Түсімде қалың қар жауыпты. Ойбай-ау енді қайттым, енді оянсам түсім екен. Балаға түссем қардың күтікте жоқ. Қуанып кеттім, мен жүгіре шығып сыбандап жер жаздым, үйде жатып. Содан шынында да әйелім айттым, қайтайын таңғы сағат 5-те қойшы, тауға қар жауып келсе мен өте алмай қаламын. Шынында да қалың қар жауыпты, бірақ түнде күреп сапта өтіп кеттім. Жақсы болды, қыздарды алып кеттік дегенмен. Осында келгеннен кейін бағана бір жақсы бір сөз естідім. Мына қыздар айтып жатыр ана. Осында бір жақсы болды ғой, бәріміз демалып қойдық, демалып қалдық қой дейді. Көңілденіп қалдық қой дейді. Біреу уайымды ұмыттық қой деп жатыр ғой. Ана Мұсағалидің сөзіне сенбеңіздер, бір Серік деген жолдасым айтып кеткен. Ана Мұсағалидің басында мен жоқ, кейде атым мен фамилияны шатыстырып деп. Неге десем айтады, оның шашы түсіп қалған басынан күн өтіп кеткен. Болды, рахмет сізге. Құрметті әріптестер, ағалар, апалар, жерде әке-шешеміз замандастар отыр, үлкен. Оның замандастарын өзімнің бауыр қарындастарын. Бауыр қарындастар дегенде олардың өзімде 50-ден асып 60-қа келдім. Енді мен 85 жылдан 92 жылдың күзіне дейін істедім, 7-8 жылдай СПУ-да. Енді СПУ-дың барлық қабырғасына армасы чимайладым мен. Суретін салдым, оформление жасадық. Жарыстарға қатыстық, облыстық. Мейрам екеміз бір жыл қыстың ортасы январға қарсы декабрьде күршімде жарыс болды. Үстімізде ақ көйлек, комбинезон, күн аяз, жарысқа түсіп, сонда облыстық жарыстан бірінші орын алдық. Сондай қызықты кезеңдер өтті. Енді сіздерге барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін. Бәріміз амандықта болайық. Қуаныш қызығымыз көп болсын. Алла тағы да кездесуге жазсын. Басымыз аман, деніміз сау, сол бір кездесуде тағы да бас қосуды Алла нәсіп етсін. Енді 16 жылдар сөйлеп болды, енді 26 жылғы жігіттер сөйлесін, енді осы ауылдың кәсіпкері, жаңағы мұқым осы Тарбағатайда жүріп жатқан жеңіл мәселелер түгелдей жаңағы запчаспен қамтып отырған өзіміздің әріптесіміз Жоламан деген жігіт бар міне. Арайда құрметті туыстай болып өткен коллектив ең алғаш еңбек кітапшамды осы училищеден бастаған едім 85 жылдары. Содан осындағы пенсияға шығып қазір шал болдық бәрімізді қандай. Емелі жөбелі сүйіп жатырмыз. Мен осы тұрған айтып кеткен ағаларымыздың жолын қойып бізде өндірістік оқу шебері болып жұмыс істедім 3 жылдай. Бакалаврдан ауысқанша. Енді қыздармен де қалжыңдасып, ол кезде қыздардың бәрі бойдақ болатын еді. Талай қыздар енді қарамай қойды бізге, әндік ескіз келгізді. Сөйтіп жүріп районға кетіп қалсам, қарамай отырған. Олар отырған жерде не? Қайсысын жақсы көрдің? Қыздардың бәрі маған қосып еді, коридорда тұрған кезде. Шынашы қайсысын жақсы көрдің? Өтсеран жақсы көрді. Бастарыңыз тек қана жақсылықта біріксін. Сіздерге рахмет аға апайлар. Еңбек жолын алғаш сіздерді бастаған, сіздерді тәлім тәрбие алып. Қазір міне өз шаруамен кірісіп жұмыс істеп жатырмыз. Осындай кездесіп ұйымдастырып жатқан барлықтарыңызға көп рахмет. Алғысымды білдіремін. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болып, жақсылықта кезіге беріңіздер. Келесі сөз өзіміздің әріптесіміз, жаңағы көп жылдар СПУ-да мынау жүргізуші курс ашылған, сонда жаңағы инструктор болып жұмыс істеп, ауған соғысына қатысып, ауған соғысының ардагері, мынау Ақжар ауылдық округінің қоғамдастықтың мүшесі, белсенді Серік Ибраевқа беріледі.
Ассалаумағалейкум деп тағы да бір сәлем берейік. Бағанағы мешіттің алдында барлықтарыңызбен құшақтасып сүйістік. Бірақ араларымызда көре алмай қалған, сүйісе алмай қалған өзіміздің Сыпыту Нәсіптік тегімізді алып училищеміздің 29-дың отырған сол қыздарымыз, ұлдарымыз бар шығар. Енді бәрілеріңізге сәлем берейін. Енді өздеріңіз білесіздер. Мен енді өз Сыпыту 29-ға 84 жылы армиядан келгеннен кейін 6 айдан кейін осы 84 жылдың январдың аяғына барып орналастым. Ахметов Мәдениет ағамыз сол кезде Сыпытудың директоры болған. Сол кісінің шақыруы бойынша бізде бір машина бар, осылай ауырым келесің білгеннен бар. Содан енді шын айту керек, өмір жолым 6 айдан кейін әскерден кейін осы училищенің қабырғасында басталды, еңбекке деген. Содан мына біздің училищеміз жабылғанша 96 жылы ең соңғы біздің училище жабылып 97 жылы агросервис қамқор болып құрылған 96 жылы аяғында арасында сол 97-ге шейін мен агросервис қамқорда біраз қызмет жасап, ең аяғында осы жұмыстан шықтым. Енді айтайын дегенім, бүйтіп ойлап қарасаңыздар, сол кезде жап-жас болып кірген екен, армиядан келгенде жаспыз ғой. Осы отырған біздің қыздарымыз мына жерлерде. Бәрі жас, мөлдіреп тұр. Бәрі бойдақ. Сіздер білесіздер, ол кездегі біздің өмір деген қыз қайнап жатқан болатын. Даже бір-бірімізге сөйлесуге уақытымыз болмайтын. Мұғалімдер өз жұмысын, мастерлер өз жұмысын жасап. Мен алғашқы қызметке кірген мысалы шофер мамандар болып шофер болып кірдім. Сыпытуда өзі самолет машина болған, алғашқы мен келгенде 84 жылы бір-ақ машина болған. Жаңа бағана осы ағамызды отырмыз, Шынбек ағамыз. Осы Шынбек ағамыз екен, осы Өскеменмен екі ортадан енді тәуірек чағанын қақтық. Өздеріңіз білесіздер, бүкіл училищеде оқитын балалардың нәскинен бастап жоғары бас киіміне шейін осы өкімет қамтамасыз етеді. Оның бәрін тасудың өзі ойласаңыздар бір үлкен қызмет сияқты. Жаңғыз машинамен 2 күннің бірінде қалаға кетем, барып кетем. Содан 87 жылы мастер прославление болып неттім, жұмысқа тұрдым. Бірақ ол машинаға 84-те инструментасы техникум оқуға түсіп, соны бітіріп шыққан еді. Сонымен айтайын деген, қарасаңыздар, мен кеше осы фотожибелегіш дегенде ойлап отырып, қарайым, альбомдарын бақтырым, көп сіздермен түскен фотоларым жоқ екен. Сол кездегі біздің, енді өздеріңіз білесіздер, мына райком деген болады. Ана каждый раз кешке жақын жұмыстан қапсырмайды, ана кісінің жұмыстан барып кетсең, мынаның жұмыстан барып кетсең, сол кетіп қалады екен бе? Неге чөріңе барып кел, көмірге барып кел деген сияқты. Сонда көбіне қарасаңыздар, фотоға түсе алмайды екенді. Ал өздеріңіз мастерлер сол кезде фотоға түсіп жатады. Өзім таба алмай қалдым, соны ойлап қойдым, сонда неге түспеген. Сөйтсем, көбінесе сол мен әлгі қапсырмамен жүріп кетеді екенбіз, шын айтқанда. Енді мен енді Сыпытудың енді ыстығына түсіп, күйіп, суығына толған жігіттің бірімен деп өзім ойлаймын. Өйткені мен 3 директордан немесе көріппін. Ең бірінші Ахмет Мәдениет ағамыз, одан кейін Жұманов Марат ағамыз, ең соңында Қабылқақ Түсіп ағамыз. Ал сол кезде мына мен енді қазіргі ойым ойлай отырсам, біздің училищенің дамып атағы шыққан уақыты Марат ағамыздың уақыты екен. Өйткені содан мен өзіме жаңа айттым ғой, бізде шоферлардың курсы болғаннан кейін көбінесе сол далада жүрдік, анда келіп, мында келіп. Ең бірінші біздің училищенің командасын жасақтау үшін жаңағы Спартакиада болады, өздеріңіз білесіздер ғой. Ол кезде район болып, районға Спартакиада жіберетін.
Сонда ең бірінші sana училищенің біздің енді ауданның мақтанышы болғаннан кейін жібере ма, или солай тапсырма беріле ма? Бірінші 2-3 күн бұрын жаңа спартакиада болардан бұрын біз төсек орынды, бүкіл төсек орындары спартакиада төсек орынды әлі марқа, гольф, күршім соларға біз апарады екенбіз. Білмеймін енді қалай болса да, ол өкіметтің сол кездегі саясаты ғой енді. Бірақ сол кездегі біздің училищеміз алғашқы орындардың бірі болды. Бүкіл. Менің енді соңғы айтайын дегенім, осы мына сол кездегі жас қыздарымыз, міне қазір апа, әже болып отыр. Өзімен бірге болған мына шынымен әкеміз, баласымен бірге жасты бірге оқығанбыз. Міне ақсақал, міне 90-ға 100-ге таяп қалған ақсақал, Фарзан апамыз. Осы кісілерге 100 жасасын дегім келеді. Осы кісілердің көргенін біз де көрейік. Біз осы кісілердің артынан біз де ілесіп жүре берейік деп айтқым келеді. Енді жаңа мысалға айтып жатыр, ауған соғысының ардагері, қоғамдастығының мүшесі деп. Енді ауған соғысында кішкене болсындағы еріміз аздап кетті, өмірдің көрмеген соғысын көрдік. Енді ол өзіміздің өкіметтің кезіндегі саясат, оңтүстік шекарамыз қорғау деген мақсатында барған. Оның кейінгі басқа келгендегі қазіргі мақсатымыз енді өзіміздің егеменді еліміздің қалай болса да біздің жігіттеріміз, қыздарымыз ары дамытуға сіздер үлес қоссаңыздар, мен де соған өзімді атсалысып деп ойлаймын. Жаңағы мына қарасаңыздар, мына жігіттердің бәрі қалжыңдап айтып жатыр неше түрлі. Сол кезде біз қандай қалжыңшыл, қандай ұйымшыл коллектив болғанын өздеріңіз білесіздер. Ол ұйымшыл коллектив болмаса ешқандай да ауданның мақтанышы болмаушы едік. Сондықтан да сіздердің барлықтарыңызға амандық, денсаулық тілеймін. Ауырмай, сырқамай, жастарыңыз жүзге келіп, келесі 70 жылдықты да осындай бір жақсы көңіл күймен, осы састықпен кездесуімізге Алла нәсіп етсін деп айтамын. Енді құрметті әріптестер, кішкене сабыр етіңіздер, тыңдайық. Қыздар әсіресе, сіздерге сөз келеді, сіздердің сөздерін тыңдап өтсе, сіздер де ренжисіздер, сондықтан мына азаматта бір жақсы тілек тыңдайық енді, енді 96 жылы біз Абай училище жабылғаннан кейін Абай мектебінде сіздер танисыздар ма, танымайсыздар ма білмеймін, Сабырбаева Алмагүл деген қызбен бірге істедік. Мына Сәрпәле Бауыржан бірге істедік, бірге қызметтес болды. Ана жерде Примерхан деген бірге істеп Абай мектебінде бірге істеп пенсияға шықтық енді. Тағы кімдер бар бізбен бірге істеген? Абай. Марат міне әлі істеп, әлі пенсияға шыға алмай жүр. Чапат Талғат ағамыз бізбен бірге істеген. Рәзия апай бізбен. Рәзия апайды завуш қылғамыз. Сол енді келген кезде. Екінші енді бір сөз тілегі, екі азамат қалды. Екеуі де 1964 жылғы жігіттері. Бірақ мына Чернобыльге қатысып келген азамат январда туыпты да, соған бір сөз берейік. Онан кейін Германияға барып келген Марат, онан кейін сөйлесін. Кешар әріптестер, енді мына Ибраим Сейіттен айтатын сөздер қалмады ғой. Біз енді 86 жылы жұмысты осы СПТУ мекемесінен бастап алғашқы жәнегі еңбек кітапшамызды осы жерден алғанбыз. Жабылғанға дейін осы мекемеде жұмыс істедік. Бір жарым жылдай мастер болып жұмыс істедік те, келесі жылында сонда Жұмалық марқұм айтатын қолдан сұққан мұғалімдерді Тоқтабаев Мұрат екемізді дене шынықтыру пәні мұғалім етіп сайлап, сол жылында оқуға барып, сырттай оқуға барып түстік. Ал енді құрметті қонақтар, осы басымызды қосып ұйымдастырып жатқан комиссия алқаларды көп рахмет айтамыз. Ауылда жүрсек те біз енді кішкене жұмыста болғаннан кейін қолымыз тимей жатты бір жағынан.
bir жағынан шығысымыз керек еді, оған кішкене қолда тимей қалды. Науқан уақытта және шөп шапқан деген сияқты. Енді келесі кездесуге жиналған Алла тағала нәсіп етсін. Бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын, әрқашан ойнап күліп жүре беріңіздер. Рахмет. Келесі сол енді училищені құртқан ташы мәселелері. Сәл сұрсылай, қайырлы кеш, аса қадірлі, құрметті әріптестер, жерлестер. Бүгінгі күн есте қалатын күн болды. Себебі бүгін біз осы училищенің еңбек еткен қызметкерлер барлығымыз бүгін осы 30 жылға жуық уақытта бас қосып, бүгін үлкен тарихи мерекелік күнді басымыздан өткізіп отырмыз. Бүгінгі күн ауданымыздың азаматтарына үлкен қуаныш сыйлады. Бүгінгі күн ауыл шаруашылық күні мен сайма-сайдың күні ауданымызда, ауыл орталығымызда бүгін үлкен мереке болып жатыр. Ауыл шаруашылық күні аталып өтіліп жатыр. Онда кеше ғана ақсақалдарымыз қарттар күні өтті. Мұғалімдер барлығы сәйкес, өйткені біздің ниетіміз дұрыс, ниетіміз осымен саймасай екен. Қадірлі қонақтар, біз бүгін жай ғана бас қосып қана отырған жоқпыз. Жаңа ғана күндіз айтылып өткендей, келешекке, болашаққа жол сілтейтін, жас ұрпаққа тәлім тәрбие беретін, солардың келешегін ойлайтын, осы біздің басымызды ары қарай жалғастырып, жаңағындай оқу орнын ашсақ деген ізгі ниетіміз болды. Бас қосып, бүгін үлкен игі шаралар өтті. Асағаларымызды, ардақты ардагерлерімізді марапаттап жатырмыз. Бүгінгі күн игі істердің күні болды. Осы күнге барлығымыздың да үлесіміз бар. Олай айтатын себебім, алыстан жақыннан ат телетіп, барлық әріптестеріміз келіп жатыр. Ардагер, ұстаз, ақсақалдарымыз сонау алды 90-ға, арты жастар 60-тан асқан біздер келіп, бар үлесімізді қостық деп ойлаймын мен. Және аса қадірлі қонақтар, сабыр сақтап, үлкендеріміз шыдап, осы күнді ұзақ күтті. Бүгін аты жоқ болса да, атауы жоқ болса да, бірақ есте қалатын, сол мәңгі есте қалатын кәсіптік, Ақжар кәсіптік техникалық училищесі деген үлкен мекеме, онда қаншама қызметкер, ұстаз, өндірістік оқу шебері, барлық қызметкер жұмыс істеп, жас ұрпаққа сол уақытта өздерін үлгілі тәрбиеледі. Біз соларды жалғастыра білдік. Енді болашақта арманымыз осы біздің бастаған игі істеріміз сол күйі артында қалмай, өйткені біздің ұрпағымыз өссін, келешек жалғастырсын. Немере, шөбере барлығымызда бар, ауданымызда халық тұрақтасын, шекаралық аймақта тұрамыз. Біздің балашағымыз бақытты ғұмыр кешсін деп, сондай игі істерді жалғастырып жатырмыз. Осыған сонау жерден келіп жатқан барлықтарыңызға кештің соңына дейін шыдап, үлестеріңізді қосып жатқандарыңызға көп рахмет. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, ойда қырда жүрген бала-шағаларыңызға бақытты ғұмыр тілеймін. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын, келешек күндеріңіз жарқын болсын.